Елордалық әскери авиабазада Голланд жоталарында Біріккен ұлттар ұйымы бітімгерлік миссиясы құрамында қызмет атқарған әскери қызметшілерді салтанатты қарсы алу рәсімі өтті. Бітімгерлерді қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов, қарулы күштердің ардагерлері мен әріптестері құрмет қарауыл ротасының сүйемелдеуімен қарсы алды. Пауэр базасындағы миссия кезінде қазақстандық бітімгерлер 600-ден астам тапсырманы орындады. Алға қойылған міндеттерді ойдағыдай орындаған үшін қазақстандық бітімгерлік контингентінің жеке құрамы Біріккен ұлттар ұйымы миссиясы мен хатшылығы басшылығының жоғары бағасына ие болды. Қазақстан Республикасының президенті ұлттық бітімгерлік контингентпен кездесу өткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлік миссиясын атқару барысында әскери борышын үлгілі орындағаны, ерлігі мен жанқиярлығы үшін офицерлер мен сарбаздарды Сағадат Нұрмағамбетов атындағы 1-ші дәрежелі айбын, Бауыржан Момышұлы атындағы 2-ші дәрежелі айбын, Рақымжан Қошқарбаев атындағы 3-ші дәрежелі айбын ордендарымен және жауынгерлік ерлігі үшін медалімен марапаттады. Қорғаныс ведомствосында алғашқы ұлттық бітімгерлік контингент құрамында Біріккен ұлттар ұйымының миссиясында Голланд жоталарында қызмет еткен әскери қызметшілерге құрмет көрсету рәсімі өтті. Әскери борышын мінсіз орындағаны және халықаралық қауіпсіздікті нығайтуға қосқан үлесі үшін ұлттық бітімгерлік контингенттің алғашқы құрамының барлық әскери қызметшілері ұлттық бітімгерлік операциясы үшін медалімен марапатталды. Бірқатар бітімгерлер медальдармен, төсбелгілермен және мерзімінен бұрын офицерлік атаққа ие болды. Қазақстанға қарулы күштер бас штабының бастығы, Беларусь Республикасы қорғаныс министрінің бірінші орынбасары генерал-майор Павел Муравейканың басшылығымен шетелдік делегация келді. Шетелдік қонақтармен Қазақстан қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов және оның бірінші орынбасары қарулы күштер бас штабының бастығы генерал-лейтенант Сұлтан Камалединов кездесті. Кездесуге қатысушылар екі мемлекеттің әскери оқу орындарында офицерлер құрамын дайындауға, Беларусь аумағында да, Қазақстанда да екі жақты оқу-жаттығуларды өткізудің жоғары қарқынын сақтаудың маңыздылығына, бітімгерлік қызметке қатысты бірқатар мәселелерді талқылады. Беларусь әскери делегациясының сапар аясында Қазақстан мен Беларусь бас штабтарының бастықтары Алматы мен Алматы облысындағы армия үйі мен әскери нысандарды аралады. Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов Қытай Халық Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Хан Чунлинмен хаттамалық кездесу өткізді. Тараптар әскери саладағы екі жақты ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен перспективаларын талқылады. Кездесу қорытындысы бойынша әскери қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықтың оң динамикасы атап өтілді және конструктивизм мен өзара тиімділік қағидаттарына негізделген диалогты қолдаудың маңыздылығына назар аударылды. Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 80 жылдығына арналған шеруге дайындық жалғасып жатқан индустриалды қалашық пен далалық лагерге қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов келді. Құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы генерал-майор Мереке Көшекбаев қорғаныс ведомствосының басшысына жеке құрам мен техниканың дайындығы туралы баяндады. Қорғаныс министрі жеке құрам мен механикаландырылған колонналардың парадтық есеп топтарының өтуін қадағалап, шеруге қатысушыларға алғысын білдірді. Словения, Италия және Канаданың көпұлтты тобы Ақмола және Қарағанды гарнизондарының әскери бөлімдерін қамтитын аталған ауданға инспекция жүргізді. Жердегі инспекция барысында шетелдік өкілдер Спасск оқу полигонында болып, әскери нысандардың инфрақұрылымымен, қару-жарақпен, әскери техникамен және әскери бөлімдердің күнделікті қызметімен танысты. Астанада еліміздің өнеркәсіп және құрылыс министрлігі өкілдерінің қатысуымен Қазақстан мен Үндістанның қорғаныс ынтымақтастығы мәселелері жөніндегі бірлескен жұмыс тобының кезекті отырысы өтті. Үндістан Республикасы қорғаныс министрлігінің халықаралық ынтымақтастық жөніндегі біріккен хатшысы Шри Вишвеш Неги қорғаныс саласындағы екі жақты қатынастардың оң динамикасына тоқталды. Ол екі ел арасында жауынгерлік даярлық, әскери білім беру және бітімгерлік бағыттары бойынша әскери ынтымақтастық белсенді дамып келе жатқанын атап өтті. Қазақстан Республикасы қарулы күштері ұлттық әскери патриоттық орталығының әскери тарихи мұражайына туыстары Ұлы Отан соғысында хабар-ошарсыз кеткен қызыл әскерлердің жеке заттарын табыстады. Ленинград облысының Тасненский ауданындағы экспедиция барысында Удмуртиядан келген Дол қоғамдық ұйымының іздеушілері қаза тапқан сарбаздың сүйектері мен жеке заттарын тапты. Олар медальонның Омбы облысының Қират ауылының тумасы 1943 жылы желтоқсанда хабар-ошарсыз кеткен 1920
1937 жылы туған Төкен Мендішевке тиесілі екенін анықтады. Сарбаздың барлық табылған заттары патрондарға арналған сөмкелер, қасық, сіріңке, ұстара, түймелер, ілмек, жұлдызша, СВТ мылтығының кілті, медальоны және капсуласы бар бланкты Мендішевтер отбасы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери тарихи мұражайына тапсырды. Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 80 жылдығына арналған салтанатты шеруге қатысушылардың қарқынды жаттығулары өтіп жатқан Астана маңындағы шатырлы лагерге қарулы күштердің ардагерлері мен ауған жауынгерлері келді. Отан қорғаушылар ұрпақтары өкілдерінің кездесуі жылы, достық атмосферада өтті. Ерлік мектебінен өткен және жауынгерлік серіктестіктің бағасын білетін ардагерлер Қазақстан армиясы құрылысының маңызды кезеңдері, қызметтің қызықты эпизодтары, өткен жылдардағы шерулер, олардың ел, халық және қарулы күштер үшін маңызы туралы естеліктерін айтты. Ардагерлер шеруге қатысушылардың өмір сүру жағдайлары мен тамақтану және медициналық қамтамасыз етуді ұйымдастырумен танысып, оларға зор денсаулық, табандылық, сенімділік және құрметті миссияны табысты орындауға тілектестік білдірді. Маңғыстау облысының Бейнеу ауылында батальондық тактикалық топтың оқу-жаттығулары өтті. Оған 300-ден астам әскери қызметші, сондай-ақ 20-дан астам техника жұмылдырылды. Іс-шара Батыс өңірлік қолбасшылығының барлау полкінде өтті. Жеке құрам дабылмен көтерілді. Әскери қызметшілер қару-жарағын алып, техника роталық колонналарды қалыптастыру ауданына шығарылды. Содан кейін батальондық тактикалық топ 50 шақырымдық марш жасап, оқу-жауынгерлік тапсырманың барлық элементтерін пысықтады. Маневрлер жүргізілетін ауданда барлау бөлімшелері заңсыз қарулы құрылымдар алып жатқан ғимараттарды басып алу бойынша операцияны сәтті жүргізді. Қарасай Батыр атындағы құрлық әскерлерінің оқу орталығын 725 мерзімді әскери қызметші бітіріп шықты. 6 ай ішінде сарбаздар қарқынды теориялық және практикалық дайындықтан өтті. Дене шынықтыруға, атыс жаттығуларына, қару-жарақ пен әскери техникаға техникалық қызмет көрсетуге ерекше назар аударылды. Әскери қызметшілер зеңбірекші оператор, механик жүргізуші, жүк машиналарының жүргізушісі және аспаз мамандықтарын игерді. Запасқа шығарылғаннан кейін әскери қызметшілер одан әрі қызмет өткеру үшін құрлық әскерлерінің құрамалары мен бөлімдеріне бөлінетін болады. Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 80 жылдығына орай Астана өңірлік қолбасшылығы 31-775 әскери бөлімі 1-ші мотоатқыштар ротасының старшинасы 3-ші сыныпты сержант Тимур Ержанов 80 шақырымға жүгірді. Ол бұл жүгірісті майданда қаза тапқан батырлар мен бүгінде көзі тірі ардагерлерге арнап отыр. Спортшының сөресі Қарағанды облысы Бұқар-Жырау ауданы Шешенқара кентінде басталып, өз әскери бөлімінде мәреге жетті. 7 сағат 21 минут 11 секундқа созылған жүгіріс марафоншыға әріптестері қолдау көрсетті. Марафон мәресінде Тимурды бөлім басшылығы, әріптестері мен жас сарбаздықтар құрметпен қарсы алды.